батырлықпен шыққаным жоқ. Ат берген, атақ берген, бақ домбырам деп мінекей домбырасына өлең арнап кеткен атамыз. Мына тұста көріп тұрғандарыңыз, жаңа сіздерге айтып кеттім ғой, 7 жасында анасынан айырылып жетім қалған кезі. Байдың қой қозысын бағып міне күнін көріп жүрген кез атамыздың. Ал енді мына тұста көріп тұрғандарыңыз, Кенен атамыз 2 әйел алған. 2 әйелінен тараған ұрпақтары жоғарыда мінекей. Ең үлкен қызы Ұлтай апамыз міне. Мына кісі Кенен Әзірбаев өзі атамыз көріп тұрсыздар, иә? Одан кейін Айша деген қызы, атамыз асырап баққан қыз, бұл кісі Кавказ елінің қызы. Мына тұста көріп тұрғандарыңыз жары Насиха апамыз міне. Насиха апамыздан 4 кемпір 1 шал деген қыз тараған. Одан кейін Көркемжан атамыз, Бақытжан, Ақтамақ, Ақбілек деген қыздар тараған. Және мына тұста мінекей 2018 жылғы Кенен атамыздың Алматы қаласындағы ескерткіші. Сол жерде өз ұрпақтарымен түскен суреті. Және мына тұста көріп тұрғандарыңыз екі жағында отырған 2 қызы, бірінші әйелінен тараған, және ортада отырған жары Насиха апамыз. Ал енді мына